Сәлем достар, біз сіздермен дұрыс көпірштар тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Бізге берілген келесі есептің тапсырмасында шеңбер сырттай сызылған шеңбердің радиусы r-ға тең болатын болса, онда оған іштей сызылған дұрыс 8 бұрыштың қабырғасы a8 тең r квадрат түбірастындағы 2 минус түбірасты 2 екенін болатын осы формуламен есептелетін көрсетуіміз керек. Олай болса, бізде берілген барлық қабырғалар саны 8-ге тең. n тең 8-ге. Ал енді AN, яғни AN сырттай сызылған шеңбердің радиусымен байланысты формуласын жазатын болсақ, AN тең 2r көбейтілген синус 180 градус бөлінген n-ға тең. Осы формулада біз радиустың мәнін табайық. Ол үшін AN-нің орнына n-нің орнына 8 қоямыз. A8 тең 2r көбейтілген синус 180 градусты бөлеміз 8-ге. 180 градус 8-ге бөлсе, қысқартатын болсақ 4-ге бөліп 2 қалады, алымында 45 қалады. Яғни бізге a-ның 8 мүшесі 2r синус 45 градус бөлінген 2. Енді бізге мына формуланы еске түсіру керек. Синус альфа бөлінген 2. Яғни синус жарты аргументінің формуласы. Ол бізде тең болады. Квадрат түбірастында a1 минус косинус альфаның 2-ге қатынасы. Енді осы формулаға қойып, синус 45 градус бөлінген 2-нің мәнін тауып алайық. Ол үшін синус 45 градус бөлінген 2 тең болады квадрат түбірастында 1 алынған косинус 45 градус. Яғни альфаның орнына 45 градусты қоямыз. Бөлінген 2. Енді орнына қойып ықшамдасақ, синус 45 градустағы мәні 1 минус түбірасты 2 бөлінген 2. Осы бөлінген 2. Алымын ықшамдайтын болсақ, бізде ортақ бөлім береміз. 2 алымында 2 минус түбірасты 2. Енді түбірден шығарып ықшамдасақ түбірасындағы орнегіміз 2 минус түбірасты 2 бөлінген 4. Ал бұның бөлімінен түбірасынан 2 шығады. Яғни алымында түбірасты 2 азайтылған түбірасындағы 2. Бөлімінде 2. Яғни синус 45 градус бөлінген 2-нің мәні осыған тең болды. Орнына апарып қойсақ, A8 дұрыс көпбұрыштың қабырғасы тең 2 радиус көбейтілген квадрат түбірасындағы 2 минус түбірасты 2. Бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады. Сонда 8 қабырғасын сан 8-ге тең көпбұрыштың бір қабырғасы r квадрат түбірасындағы 2 минус түбірасты 2-ге тең болады екен. Яғни бізге берілген есепте ол 8 көпбұрыштың бір қабырғасы радиус арқылы өрнектелгендегі формуласы осыған тең болатын көрсеттік. Балалар, біз сіздермен дұрыс көпбұрыштар тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.